Жел алдан ғой, жел алдан. Жел жақтан бармайсыз, желге қарама қарсы барасыз. Ұстау үшін лақты. Рахмет айналайын. Ана, неде мостта жатыр ке шамалы. Мына мостта? Мына мостта жатыр. Ассаламу алейкум, құрметті достар. Сіздермен бірге ауыл әлемі арнасы. Мынау біздің ауылдың рейдері. Мен соны жаңа өтіп бара жатсам, ана жерде бір лақ тұр екен, лақ. Қалып қойған ау шамасы. Мына біздің үй жақта Данабек деген бауырымыздың қойы бар, сосын Руслан деген ағамыздың қойы бар. Ал мынау сол құлағынан қызыл жіп таққан екен. Ол кімдікі? Ол Данабек бауырымыздікі ондай емес. Сол құлағына қызыл жіп таққан бұл Руслан ағамыз шығар деген ойдамын енді бұны. Сіздерге қалай ұстау керек екен, бір қалай болады. Сіздерге мастер-класс көрсетейін, қанша айтқанмен білем. Мені көрмейді ол деген. Жел алдан ғой, жел алдан. Жел жақтан бармайсыз, желге қарама қарсы барасыз. Ұстау үшін лақты. Жай, бару керек. Оппа! Осылай ұстап аласың міне. Қызыл жіп таққан. Дені сау ма өзінің? Денің сау ма сен лақтың? Ашарсың ғой шөт. Денің сау ма? Дені сау емес қой мына лақтың шамамен. Не болса да иесіне апарып тастайық енді. Адам болып кету қиындау, бір ауырса. Лақ қозылар. Апарып тастайын. Мүмкін соныкі шығар. Кейде өтіп кетіп жатамды осындай нәрселерден. Барымша бейжай өтпесек. Иттер бар, аш иттер. Сондықтан да алдыма алып алайын. В общем, құрметті достар, иесін таптық мынаны. Иесі Таңат деген ағамыз. Таңат аға, сізді екен ғой да, мен сізді ойламадым ма? Видеоға түсірсем бола ма сізді? Видеоға түсірсем бола ма? Неге? Ютубтан көресіз өзіңізді. Қой келмей салмай ақ қой. Рахмет айналайын. Ана, неде? Мостта жатыр ке шамалы. Мына мостта? Мына мостта жатыр. Жаңа өтіп бара жатыр едім. Соның қасында сайда жайылып отыр екен. Ол қайда бұны жоғалып кеткенде? Неше күн болды? Енбей қалған да? Бәсе жаңа Руслан ағамыз айтып отыр еді, енбей қалған деп. Мен айтып отыр едім, ауру шығар деп. Енбей қалған болып тұр ғой біраз күн да? Сосын. Жақсы ал. Сауық кетсін. Міне осылай батасын алып жүреміз, жағдай барынша үлкендердің. Бәсе жаңа Руслан ағамыз айтып отыр еді, енбей қалған деп. Сол дұрыс айтқан екен. Нені дейді жаңағыдай. Дұрыс айтқан екен. Енбей қалған бір жеті далада жүргенде бұйыратын мал бұйырады осылай. Құрметті достар, бұйырмайтын мал бұйырмайды. Барып енді емеді ғой. Солай
сіздермен бірге тағы да ауыл әлемі арнасы. Арнама міндетті түрде тіркеліңіздер. Егер видео ұнаған болса, менің арнам ұнаса, реакцияларыңызды білдіріңіздер.